бұл ішкі жан дүниесін қалай таза қыламыз біз дегенде баламызбен айтамыз: балам, егер бірдеңкені бүлдіріп қойсаң, мейлі екі алып қой, Алланың атымен ант етем, мен сені жек көрмеймін ол үшін. Сондықтан сен оны келіп маған айт. Балам, әке, мен наны құлатып алдым. Әке, мен екі алып қойдым. Біз ол кезде екі алып қойдың ба? Онда қазір біз ертең сен 5 алатындай қыламыз. Сөйтіп сөзде дайында баланы әрбір сүрінген нәрсесі тарс еткізіп ұра беруге болмайды. Адам шықпай қалады одан. Көрдіңіз ба? Бірақ Алла тағаланың несін қараңыз, заңдылығы қандай? Сол жерде оған: балам, ертең 5 алатындай қазір дайындаламыз деп осыны таңдайсыз ба? Әлде өй ақымақ деп басынан ұрып соны таңдайсың ба? Екеуін де бөгемейді. Осы жерде адам адасады. Ұрып атқаныңызда бөгемейді. Неге? Өмірді реаліне қылғанда таңдау сенен шығып отыр. Қайсысын таңдайсыз? Баланы ұрып ақылды қыламайсыз ешқашан. Болды, сен оны сүмірейтіп атсың, сүмелек қылып атсың да, болды. Алла тағала оны жаңағындай қылып саған береді екен. Біреулер оны сүйе алмай жүр, о баланы. Сүйе алмай жүр. Жоқ, оларда о бала. Мектептен келген кезде де баламен мысалы жаңағы кіріп келген бетте 5 алдың ба деп сұрайсың. Одан басқа сөз жоқ па? Сонда 5 балаңнан қымбат па? Бұл сонда не нәрсе ол? Сондықтан үйге келгенде: о, менің ер азаматым келді ғой, келе ғой, қардың ашқан шығар деп анасы әншіден не беріп, сосын әңгімен өзі айта бастайды, не алғанын, не алмағанын. Сондай мәселелер, соның бәрін ата-ана жағынан тәрбиеде үлкен қателіктер бізде кетіп жатқан.